достар, армысыздар ұлттық арнаның көрермендері. Ұлттық арнада көңіл ашар достар. Міне, бүгін сейсенбі. Сайыстың екінші күні. Бүгінгі сайыс қызықты болады, өйткені екі сайыстан тұрады. Көңіл ашар, кеттік достар. Құрметті достар, біздің енді жігіттер осы бірінші күні кеше өте жақсы өнер көрсетті. Ал енді жігіттерге төрелік етіп отырған Қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазылар алқасында ешқандай өзгеріс жоқ. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, актер, ұстаз, режиссер Сайлау Қамиев. Армысыздар, құрметті көрермендер. Шыны керек, бұл жоба осы қатысушылардың өзіне үлкен мектеп болып жатыр. Және де осы үлкен мектепті үлкен сахнаға алып шығатын біздің қатысушыларымызға, оның ішінде финалға жеткен біздің қатысушыларымызға тек қана сәттілік тілеймін. Бәрекелді, Сайлау Қамиев. Қошеметтеріңізбен Сайлау Қамиев. Төрлетіңіз, Сайлау мырза. Екінші, филология ғылымдарының кандидаты, ақын, айтыскер ақын, профессор Серікзат Дүйсенғазин. Ризамыз ұлттық арна, мәндерін аға. Қолдайды жаны қазақ жандар ғана. Көтерсім барлығыңның көңіліңді көңіл ашар дейтұғын бағдарлама. Финалға сәттілік тілеймін. Бәрекелді, әрине, ақын, айтыскер ақын Серікзат Дүйсенғазин. Төрлетіңіз сеге. Талантты актер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұркен Өтеулов. Нұркен мырза, жалпы көрермендерімізге, жігіттерге. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Міне кешеден бері жігіттердің сегіз қырлы бір сырлы жігіттердің өнерін тамашалап жатырмыз. Енді бүгінгі күнге де шабыт тілейміз, сәттілік тілейміз. Қошемет көрсетіп отырайық жігіттерге. Бәрекелді, қошеметтеріңіз достар, Нұркен Өтеулов. Қошеметтеріңізбен ақтық мәреге жолдама алған 4 жігітті ортаға шақырайық. 300-дің ішінен іріктеліп шыққан жүйріктер. Асылхан Дүкенбаев Қызылорда, Қабыл Батырхан Шымкент, Мейіржан Алтыбаев Абай ауданы, Шығыс Қазақстан облысы, және Нұрболхан Шарапов Астана. Бүгін енді Қазылар алқасында ақын ағамыз бар екен, Серікзат Дүйсенғазин. Сондықтан да бүгінгі осы жігіттерге берілетін бірінші тапсырма, беретін бағаларыңыз. Бұл жігіттердің осы жалпы ақындықтары қалай екен? Ол ақындық деген жалпы қазақтың өте бір керемет тағы бір мәдениет фольклоры. Мысалы, Қабыл, саған мен бір тапсырма берем. Қазақстанда жасалған деп басталады. Қазақстанда жасалған, табып басталған. Арғарай Нұрболхан. Бірдеңесі таратарым, бірдеңеге бап-бапан. Арғар Асылхан. Танатаным, тататам, таратайдым, танатам. И Мейіржан ең соңында. Бірдеңесі тататарым, папапарым, папапам. Лайла-лали-лала, лалали-лалайла. Орындарың ауыстырасыздар. Келесіге тағы бірінші бастайтын адамға берем. Ең соңындағы адамға баға бересіздер. Қазылар алқасы. Қошеметтеріңіз достар, бірінші сайыс міне енді жігіттердің ақындық өнерін көрейік. Бұл енді финал. Жігіттер барына дайын болу керек. Сонымен Қазақстанда жасалған музыка. Қазақстанда жасалған өнімдерді алайық. Костюм шалбар киімді экспортқа салайық. Сол костюмді киіп ап шет елдерге барайық. Шет елге сон барған сон этикетка көрсетіп көрімдігін алайық. Лай-ла-лай-ла-лай, на-на-ли-на-най-най, най-на-на-ли-на-най, на-на-ли-най-най-най. Ай, тамаша, екінші сөзіміз несие. Банк, кредит, несие, қарыз, өздерің біліңіздер. Музыка. Несиені алмаңдар, банкке енді бармаңдар. Несие бермей қалса да, тойдан бірақ қалмаңдар. Бет ал тамақ жей бермей, қазы қарта асаңдар.
Қазы қарта жеп отсаң, маза берер масаң бар. Бәрекелді, қазір алқасы әрбір 4-ші адамның сөзін және арасында жігіттерді бағалап отсаңыздар болады. Үшінші, енді көңіл ашар бағдарламасы ғой, көңіл ашар дейік. Көңіл ашар. Көңіл ашар жобасы көрерменге жол тартты. Көңіл ашар жобасы Көрерменге жол тартты. Оны көрген атам мен апам тұрып қолдапты. Апасы мен атасы Мейіржанға қолын шіркін бұлғапты. Қазақстан арнасы. Кеттік. Қазақстан арнасы халықтың бұл айнасы. Көңіл ашар жобасы тиіп жатыр пайдасы. Жобаларың көбейіп, Тұрсынбек ау жайнашы. Құрметті қазылар алқасы төмен баға қоймашы. Серікзат сайлау Нұркен үшеуі, төртеуіне не дейсіздер? Ал пікір сіздерден. Жігіттердің енді бұл жерде Серікзат Дүйсенғазиден бастайық. Жалпы кімнің ақындығы, кімнің жалпы аяқ асты сөз табуы, соған бірден бағаларыңыз? Менің пікірімде ішіндегі ең Жүйрік Асылхан болды. Жүйрік Асылхан? Иә, ол жаңағы бір несиеге байланысты жақсы айтты, соңғысы жаңағы тапқыр айтты. Қалған жігіттер жақсы негізі. Ақын емессіздер ғой енді, бірақ дегенмен сол ұйқастырып, соны бірден таба қою оңай емес. Сайлау бар ма? Қосарыңыз әлде бірден баға көрсеңіз? Мен бұл жерде ақындығын емес, жалпы бұл жігіттердің сахнадағы еркіндігі. Яғни қысылып қалмау, қымтырылып қалмау, сасып қалмау жағынан келген кезде маған 4 жігіт те кәдімгі өздерінің әртістік қабілеттерінің жоғары деңгейде қалыптасып келе жатқандығын көрсетті. Мен үшін ең бастысы сол актердің аспай-саспай, ол мүмкін ұйқас келіп жату мүмкін, келмей жату мүмкін. Ең бастысы ол өзінен өзі жинала біліп және жауап беруі. Өте жақсы жігіттер. Жақсы. Төртеуінің де жауабы ұтқыр болды, жақсы. Жақсы, бірден осы қысқа нұсқа бір сайысқа ұпай бағаларыңызды көрсетіп жіберсеңіздер. Бірінші болып бізде бастаған Қабыл Батырханов, Шымкент. 5. Екінші болып өнер көрсеткен Нұрболхан Шарапов, түгел 5. Мейіржан Алтыбаев, түгел 5. Асылхан Дүкенбаев, түгел 5. Бұл бұрын соңды жігіттер бұл сайысты көрмегеннен кейін қазылар алқасы сіздерді көтермелеп жатыр финалда. Ал енді екінші сайыс. Осының алдында бір бағдарламада біз мына көңілді әліппе деген бағдарлама болатын. Сіздер экранында қандай әріптер шықты, сол бойынша әңгіме құрап отырған болатынсыздар. Енді біз әріптердің орнына жалпы көптеген әдемі суреттер қойылады. Бұл жерде техникалар болуы мүмкін, жалпы үй құралдары болуы мүмкін, басқа да заттар болуы мүмкін. Сол көрсетілген суреттер арқылы араларыңызда әдемі әңгіме, диалог болу керек. Енді дуэт болу үшін мен қазір бірінші былай қалайын. Асылхан мен Нұрболхан бірге тұр екен, ар жағынан бір топ, сіздер екеуіңіз бір топ болыңыз. Бірінші Асылхан мен Нұрболхан сахнада қалыңыздар, ал Қабыл мен Мейіржан келесі бөлмеде дайындала тұрыңыздар. Сонымен достар, қошеметтеріңіз. Қазір енді біз мына Нұрболхан мен Асылханға бір тақырып берейік. Қазір суретте, экранда қандай сурет көрсетіледі, сол арқылы бір-біріңізбен әңгіме, диалог құрасыздар. Біреуің жаңағы сатып алушы, біреуің сатушысыздар. Нені сатасыздар, өздеріңіз білесіздер. Дайынсыздар ғой? Дайын болса тақырып түсінікті. Кеттік, қошеметтеп қояқ достар. Қайбетмен не аласың, не алмақсың енді, айтшы. Жоқ, сіз түсінбейсіз ба, мен қанша жерден пойызбен келіп тұрмын ғой сіздің магазиніңізге заталайын деп. Дым жоқ деген ес маған? Не алмақсың, алды айтқан жоқсың, ойбай футболға кетемін, маған форма беріңіз деп. Есің дұрыс па сен, бұл
қандай дүкен екенін келіп көріп тұрсың ба сен? Кірген кезде көрген шығарсың. Мен мұғаліммін. Иә. Бүкіл сабағымды лекциямды тастап сізге келіп тұрмын осы магазиніңізге. Маған дымы жоқ деген. Айтқан жоқсың ғой, не алатының енді? Наушник алам. Мен наушник емес, айналайын, сотка сатамын ғой, сотка. Жоқ, сотка сатқанда енді сіз қарасаңызшы. Иә. Жоқ, мен магазиніңізге келіп тұрмын. Иә. Менің бойымның қандай екенін көріп тұрсыз. Иә. Магазиніңізге мынандай есік істеп қойыпсыз. Иә. Айналайын-ау. Жоқ, сонда не, ракетамен келіп кіріп кетеміз ба астына? Енді өзің ойламайсың ба, айналайын-ау? Бірінші келген кезде сен маған не деп айттың, білесің ба? Маған ат бар ма дедің сен. Білесің ба, ат бар ма дедің. Ат бар ма деген жоқ, мен саған атың кім дедім. Айналайын-ау, атын Головкин деп айтқан жоқпын ба саған? Головкин мен дедім. Мен саған атың кім деп ем, өзің тренажер істеп жүрсің ғой бөлмеңде. Енді дұрыс емес па енді, Головкин бүйтіп жүрген жоқпыз ба енді? Айналайын, қыз емессің ба, шамалы аққу құсап жүрмейсің ба бүйтіп сызылып? Головкин құсап бүйтіп жүргеніңіз денесін көрсет. Қызға таңғылық көрсетпейсің ба? Айналайын, сен қоян құсап сөзіңе секірме, айналайын. Біресе мынаны айтасың, біресе мынаны айтасың. Сен өзіңе қарамаш, қоянның суретін салып кеттің ғой, маған әкеп берем деп затты. Кришан кім сен? Зонтик. Зато жаңбыр өткізбейді, оқ өткізбейді деген сияқты ғой. Айналайын, менің балам бар, музыкант болып сете аласың ба соны жұмысқа? Микрофоны, аппараты барлығы бар өзінде. Не айтып тұрсыз, сіз деген сатушы емессіз ба, апа? Айналайын, сіз деген неше түрлі картинкілер сатасыз. Мен сіздің магазиніңізде... Мына картинаны аласың ба, мынаны аласың ба, мысалы? Алшы мынаны. Жоқ, мына картинаның қай жері қызық? Қызық емес па? Қарасаң, міне Кристофор Колумб тұр, ар жағында қасында ғана пираттары отыр барлығы міне. Болмаса мынаны ал. Жоқ, сіз түсініңізші, мен балет билеймін. Мен балет билеймін. Ана картинаны қалай қойып қоям, үйге ойланыңызшы. Артына қойып қоймайсың ба? Соны артына қойып кәдімгідей берақаттап алдын билеп жүре бересің, бүйтіп болмаса бүйтіп. Аққу құсап өзің биле, жаңа құсап не істеп тұрсың? Мен аққу құсап билемейсің ба? Жоқ, мен сізге түсінбедім да. Мен судың ортасына қойып қойыпсың. Өзің шөптің үстінде тұрсың. Шамалы шақырса бері қарай шөптің үстіне шық деп. Ойбай, сен қызықсың сені. Болмаса пирамида жаққа барып билемедің ба жаңағыда? Мен пирамида жақта тұрамын деп айтқан жоқ па саған? Жоқ, адам магазинді бірінші, болмаса екінші этаждан ашады. Сіз пирамиданың үстінен ашып болған кезде 3 күн болды, зорға дегенде міндім сіз магазиніңізге. Енді бәрі көріп тұрмай ма, төбесіне қарамайсың ба? Лифт бар, неге мен көтеріп келмедің үстіне енді? Лифт бар ғой, төбесіне төсіп бәрін дағдайларын жасап бердік қой, сонда да жақпаймыз сендерге бар ғой? Жоқ, айналайын, мінетін жердің бәрін тайғанақ қылып қойғансыңдар. Лифтке баратын жердің бәрі тайғанақ, айналайын. Тай өліп болмағасын лестницамен шықтық. Сен қызықсың, сен айналайын, не? Қызықсың, басыңа шлем киіп жүрмедің ба былайынан мен? Келмедің ба? Ана шаң болады деп, мақыл, шаң болады деп лифтін жасап берді. Тайғанайды деп аяқтарыңа коньки берді. Өмір адам жүрмеген ғой, сен лестницамен түріміз андай болып кетті ғой. Айналайын. Ең болмаса бірдеңе берсейші жейтін, алма ма? Алманы ма? Алайын ба, алмайын ба? Ал. Алма? Ал. Алма? Алма. Алма? Алмасаң ал. Шашымды алам. Шашымды алсаң ал онда. Мә, фенінен бірге бәрін алып кетіп. Бізді Қызылордаға феннің керегі жоқ. Ойбай. Фен Қызылорда айтпас сендер мұнай бар емес па, Иә. Зато шындық. Айналайын, болмаса қой алшы, айналайын. Болмаса жаңағы шашын емес, қозы көрпеш баян сұлудың суреті бар ма? Иә, бар. Қозы көрпеш баян сұлудың суреті бар ма? Бар, қозы көрпеш баян сұлудың. Аласың ба соны? Жоқ, бір қойға айырбастайсың ба? Айырбастаймын. Қасында қозысымен. Велосипедмен бірге алып кет, қосып алып кет. Жоқ, велосипед ол менікі. Енді сен жаңа мұғаліммін деген жоқсың ба? Балаларың күтіп отыр ғой, барса енді не болсын енді. Айналайын, бүгін воскресенье. Демалыс бүгін. Бүгін барлығы жұмыста отыр ма? Жоқ, сіз қараңызшы. Остановкада ден дұрыс адам. Не істеп тұрды анау? Шай ішіп отырмын, не? Ана қарсай отырмын оған. Мен өлем. Мен өлем атыламда пистолетпен. Қойыңыз. Маған бірдеңе деңіз. Айналайын, тау жаққа барып атылып өл, ешкім өлмейді. Көрмей қалатын жаққа бар. Ешкім көрмей қалатын жаққа бар. Мен машина алып. Сыртта тұрған сен машинаң ба? Қайсы? Иә. Күйімдікі. Кім ана ішінде отқан? Мынау кім ішінде отқан? Түрі онша емес болса да байлығы бар. Түрін қайтесіз? Бәрекелді қошеметтеріңіз, достар. Нұрболхан мен Асылханның арасында бір өте керемет әңгіме болған секілді. Қазір ақас сөз өздеріңізде. Нұрболхан, Асылхан, шыны керек бұл бар ғой, өте қиын бұл тапсырманы. Негізі мен жалпы сезіп отырмын. Бұл анау-мынау адамның қолынан келе бермейді. Дәл осындай сурет арқылы оның ішінен конфликт іздеп табу. Бұл әзіл деген негізі ақылды адамның, білімді адамның қолынан келетін нәрсе. Ол кез келген адамның қолынан әдемі әзілдеу беру келе бермейді. Ал бұл жерде шыны керек сендер кәдімгідей жарқырап көріндіңдер, жоқ жерден бар жасадыңдар. Әйтеуір маған шыны керек мен рахаттанып отырып көрдім осы сендердің осы жасаған жұмыстарыңды. Өнерлерің өрге жүзсін, бауырларым. Бәрекелді, Нұркен Өтеуілов.
көрермендер де рахаттанды, арасында айтып жатыр, өздерің де бір күліп алдыңдар қарап жан-жақтарыңа. Бір екі үш көріністе ары қарап жаңағы суреттің өзін талқылап кеттіңдер, дегенмен жақсы. Жақсы, Серікзат. Иә. Екеуінің енді дәл осы сайысқа қабілеті бар жігіттер екенін білемін мен, себебі өнерлерін көріп жүрем. Енді ақтық мәреге енді осы ақтық мәреден бұдан да биікке көтерілулеріңе тілектеспін жігіттер. Мына осы ойындарың жақсы болды ұнады маған. Жақсы, қошеметтеріңіз достар. Біраздан кейін жігіттерімізді ортаға шақырып барлығыңыздың бағаларыңызды білетін боламыз және қорытындысын, 2 күндік сайысын әзірше демала тұрыңыздар. Келесі болып ортаға Қабыл мен Мейіржанды шақырайық, қарсы алыңыздар. Мейіржан, Қабыл, сіздерге де осы бір тақырыптың айналасында болсын, сіздерге берілетін, жаңа көріп тұрдыңыздар, экраннан енді суреттер шығып отырады, сол бойынша әңгіме қозғауларыңыз керек. Ал сіздердің араларыңызда былай қылайық, екеуіңіз өздеріңіз келісіп бөліп аларсыздар. Қарыз алған адам және қарызын сұрап жүрген адам. Қарыз алған адам 5-6 жыл болып қалған қарыз алғаны, әр нәрсені айтып сылтаулатып жүр. Ал қарыз сұрап жүрген адам артынан қуып жүргеніне де 5 жыл болған. Екеуі бір-біріне енді өте ызалы. Жақсы, бастайық. Тақырып түсінікті ғой, кеттік. Өткенде қарыз алған нағып мынандай сығалап тұрсың, қайтармай? Нағыз сияқты мен сығалап жүрсің, сен қарызды қайтарсыңшы? Мәке, қайтарам. Үйде бір тауығым бар, соны сатып қайтарам. Берем ғой, уайымдамасыңшы. Өткенде сен білесің ба? Өткенде білесің ба, таңғымды сатам дегенсің. Енді тауығымды сатам дейсің. Кемем бар әлі. Оны айтқан жоқпын әлі сізге. Сонда барлығын сат, қашан қайтарасың? Сенің уже әңгімең бар ғой, том-том анекдот болып кетті ғой, өтірік. Құлақтан тепкеннен басқа түк білмейсің. Мен өзім самолетпен кетіп қалсам ба деп жүрмін, басқа жаққа бір ұшып самолетпен кетіп қалсам ба деп жүрмін. Бәле болдыңыз ғой, көзіміз көрген жерде сұрай бересіз, қарызыңыз береміз ғой, бас аман болса береміз. Осы гитарамен бастың осы жүрейін бе? Қайтарсаң қайтар. Мен басымды гитарамен тіпті айсбергтің өзі жарамаған. Жаралмаған. Мына қауынды көрдің ба? Осылай жарылып қалады басың. Қарбыз ғой. Жарып жүрем басыңды. Мен үйде заттарым бәрін өткізіп атырым. Компьютерімді өткізім, бәрін өткізім. Өткенде өткізім деп клубта жүрсің ғой, шайқап ақшаң бәрі шашып. Сол ақшаң қайтарып берсең болады ғой, осы клубқа бармай. Ананың шөтінен барған мен. Бір күн осы сақ жеңіліп қалғанын тойлады ғой. Апарды, мен ақша шығарды дейсіз бе мен? Өткенде үйіңе бардым, мынандай ит шығып, дейді, адам шошты. Қате итіңді байлап жүрсеш? Ол қала көрген ит қой ол. Дала көрген емес, қала көрген ит. Қалада жүріп қалған ит, өзіңіз бір қала көрмегесіз ба? Үйде ит болады ғой. Кеп бірінші айқайланбайсыз ба, домофон баспайсыз ба? Бірден кіріп кете бермей. Ашық есік екен деп. Мына ит сияқты өтірік маска кимесең. Тұқтың ба? Қайтарамыз, уайымдамаңыз. Қайтар ақшаны. Сіз үшін мен сол ақшаңызды қайтарайын деп дала кезіп жүрмін. Тіпті суықты, күн суықты да қатып қалса да жұмыс істеп жүр қой. Жұмыс істеп жүр. Дала кезгеніңіз, сен білесің ба, шаңғы теуіп өзіңмен өз қыдырып жүрсің. Осы нені теуіп, дути теуіп, коньки теуіп. Бармаған жерің жоқ, баспаған тауың жоқ. Мұз ойылып жердің астына түсіп кетті, маңдай болып қалдым ол көз. Оны сіз білмейсіз ғой, оны мен. О жетісіп жүр дейсіз ба мені? Сіздің ақшаңызды күн түн ойлап жүрмін мен. Білмеймін, шатағым жоқ. Өткенде звондағанда білесің ба? Олың ар жақта өтті. Алло, бұл кім дейсің? Мама жоқ дейді отырсың. Телефондан. Енді ақшаң бар әйелімде ғой, қайтемін. Ақшаң бар әйелімде. Мен өзім жалпы енді ақшам таусылған екен, өнерім бар, бір киноға түссем ба деп, бір режиссерлермен қарым қатынас орнатсам ба деп, кинодан ақша тапсам деп жүрмін мен. Детал сыпылдап берші, бір періп мына төсекке жатқызып қоямын, ұқтың ба? Іліп қойсаң да маған бәрі қайтарам мен. Мәке, уайымдамаңыз, қайтарам, сұрай береді дегіз. Қалай қайтарасыз, қашан қайтарасыз? Қызымның тойында кредитке жасадым. Кредитке жасап отырмын. Қашан қайтарасың, қайтарсың кредит жабайық. Мен балам туылып жатыр ғой, баламды өзі кредитке ақша алып банкіден шығарып отырып ауруханада. Балаң кредитке тумаған шығарсың. Сені бір күні бар ғой, гаишіліктермен милициялармен жүріп ұстап қолға түсіремін. Мысалы арыз жазам, білесің ба? Ұстасаңыз тұрмын ғой алдыңызда? Ұстасаң тұр ғой. Бір күні бар ғой. Маған тап беріп, неғыла бермеңіз, қайтарам мен. Бір күні күйеуім осылай қойғанда көресің. Шашың жан-жақ пұтуқ деп кетеді. Уайымдамаңыз, қайтарам, мәке. Сұрай бермесеңізші ақшаны. Кім мынау? Қайтарамыз мен.
Уайымдамасаңызшы, мынандай өз дала кезген адамдар көп қой, қарыз көп. Тек қана менмін ба? Сіз ғана үндістірде қарыз, бәрі қарыз екен ғой. Сен мені атқалы тұрсың ғой мына суретте. Жақсы, қошеметтеріңіз достар. Қабыл мен Мейіржанға да тақырып берілді. Қазақ алқасы сөз өздеріңізде. Кішкене шабыс жетіспеді жігіттер. Енді Мейіржан алға қарай тартқысы келді. Қабыл енді кішкене араларындағы диалогта, былайша айтқанда өзі білмеймін неге екенін, сен өзің кішкене суықтау, салқынқанды қабылдадың, темперамент жетіспеді. Жалпы орташалау болып қалды. Енді ол бұл жерде мен мысалға Мейіржан керемет деп те айта алмаймын. Себебі бұл ортақ дүние, екеуің әріптессіңдер, сондықтан да бұл жерде ең мықты, мына жерде әдемі біз не көруіміз керек болатын, жүйелі бір диалог көруіміз керек болатын. Ол өкінішке орай сәл төменде болып қалды менің ойымнан. Әрине, бұл финал, тақырыптар, берілген тақырыптар оңай емес. Ал Серікзат Дүйжанғазин. Енді жалпысы маған ұнады екі жігіттің. Енді ол суырып салып, табан астында тапқыр ой табу, оны жаңағы бірден көлемге жеткізу оңай шаруа емес. Әрине сайлаудың айтып отырған салыстырма түрде жаңа алдыңғы жұппен салыстырған кезде сәл сенде төменде болдыңдар. Бірақ негізі жаңағы ой жүйелерің, әңгіме құрастыруларың барлығы ешқандай тайқып кетіп, табандарың тайып кетіп құлап қалған жерлерің болған жоқ. Оған бола жаңа көңілдеріңді түсірмеңдер. Келесі жарыстарда табыс тілеймін. Жақсы, Нұркен, айтарың бар ма? Мен осы жігіттерге шынымен де қатты үміт артып едім. Осы әзілде алдыңғы Нұрболхан мен Асылханнан да асыратын шығар деген үміттеніп отырғам. Бірақ сендер жете алған жоқсыңдар. Әрине оларды да мен үлкен деңгейде көрсет деп айта алмаймын. Бірақ сол екеуінің жасаған дүниелеріне жанына да бармадыңдар сендер. Бір-бірлерін түсінген жоқсыңдар. Жақсы, олай болса жігіттер сахна тұра беріңіздер. Мен ортаға Асылхан мен Нұрболхан шақырайық. Қошеметтеріңізбен бірінші болып өнер көрсеткен бірінші жұпты. Және қазір алқасының бағасы. Ал бірінші болып бастаған реттік бойынша бастайық. Қабыл Батырханның бағасы. 4, 5, 5. Екінші болып өнер көрсеткен Нұрболхан Шарапов. 4, 5. Үшінші болып Асылхан Дүкенбаев. 4, 5. Және Мейіржан Алтыбаев. 4, 5. Сонымен достар, жалпы бағалары 2 күндік. Асылхан Дүкенбаев 44 ұпай. Мейіржан Алтыбаев 44 ұпай. Нұрболхан Шарапов 44 ұпай. Қабыл Батырхан 42 ұпай. Міне 2 күннің қорытындысы осында, өйткені алда әлі 2 күндік сайыс бар достар. Бүгінге осы құрмет достар, әзірше жігіттердің ешқайсысы алға қарай басып, алға қарай шыққан ешқайсысы жоқ. Әзірше бірге келеді, өйткені қызықтың бәрі әлі алда. Сәрсенбінің сәтті күнде кездесетін боламыз жігіттердің өздерінің сүйікті әзілдерімен. Қоштаспаймыз достар. 3-ші күн ертең көңіл ашар ұлттық арнада. Бұл финал. Ақтық мәре достар.